мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары жалпы түрде түсінік беріп кететін болсақ, ол бізде орта мектепке байланысты үш мемлекеттік стандарт бар. Яғни бастауыш білім берудің негізгі орта білім және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары. Әрбір стандартта не жазылған? Яғни ол жерде бізде жалпы ережелер бар. Содан кейін бұл жерде оқушылардың бойына сіңіретін құндылықтар, кең ауқымды дағдылар, әрбір білім берудің мақсаты мен міндеті, оқыту бағыты, оқу пәндері анықталады. Сонымен қатар оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлемі, топқа бөліп оқыту осы стандартта жазылады. Оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлемі деген, мысалы, 9-шы сыныпта 38 сағаттан артық болмау керек, немесе қазақ тілін орыс сыныптарында топқа бөліп оқыту дегендей, осының бәрі стандартта жазылады. Одан кейін барып, әр пән бойынша күтілетін нәтиже берілген. Сонымен қатар осы әрбір білім беру деңгейінің мерзімі, яғни бастауыш сынып 4 жыл оқиды, немесе негізгі орта білім 5 жыл оқиды деген осы стандартта жазылған, және оқу жылының ұзақтығы, яғни 34 апта деген де осы стандартта белгіленген. Бұл жерде тек айырмашылығы бірінші сыныпта 33 апта болып саналады, өйткені олар ақпан айында қосымша 1 апта каникулға шығатын болғандықтан. Бұл жерде де сілтеме көрсетілген, яғни сілтемені басатын болсаңыздар, осы 3 стандарттың кез келгенін ашып, ары қарай өздеріңізге оқуларыңызға болады. Келесі сіздердің қарайтын нормативтік құжаттарыңыз ол үлгілік оқу жоспары. Үлгілік оқу жоспары дегеніміз не? Ол оқу пәндерінің тізбесін регламенттейтін және тиісті білім беру деңгейінің оқу жүктемесін инвариантты және вариативті компоненттердің көлемін айқындайтын құжат. Жаңағы мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттағыдай оқу жоспарлары да бізде 3 түрден тұрады. Бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары, негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары. Яғни пән мазмұнын анықтау барысында, яғни әрбір пәннің мазмұнын іріктеу үшін біз алдымен стандарттағы күтілетін нәтижелерді анықтап, өзіміз үшін зерделеп алуымыз керек. Бірінші. Екінші, үлгілік оқу жоспарында берілген сағат санына сәйкес осы күтілетін нәтижелерді біз сыныптар бойынша бөлуіміз қажет. Яғни бұл бізде екінші құжат. Енді қарап отырсаңыздар, үлгілік оқу жоспары 2 бөлімнен тұрады: инварианттық компонент және вариативтік компонент. Инварианттық компонент дегеніміз ол барлық оқушыларға міндетті оқытылатын пәндер, ал вариативтік компонент дегеніміз ол білім алушылардың қажеттілігіне қарай берілетін курстар. Бұны әрбір білім беру ұйымы өзі анықтайды. Бұл жерде де сілтеме көрсетілген. Егер сілтемені басатын болсаңыздар, қай сыныпқа қатысты сіздерге үлгілік оқу жоспары қажет, соны алып шығуларыңызға болады. Енді осы жерде тағы айта кететін нәрсе, білім берудің үлгілік оқу жоспарының ең соңғы бөлімінде былай жазылып тұр: ең жоғарғы оқу жүктемесі. Яғни осы ең жоғарғы оқу жүктемесі қайдан шығады деген сұрақ туындайтын болса, бізде келесі тағы бір құжат бар. Ол құжаттың атауы білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық және эпидемиологиялық талаптар, санитарлық қағидалары туралы құжат. Яғни бұл құжаттың 3-ші қосымшасында әрбір сынып бойынша ең жоғарғы оқу жүктемесі көрсетілген. Мысалы, 5-ші сыныпта үлгілік оқу жоспарындағы сағат саны, мысалы 5-ші сыныпта 33 сағаттан аспау керек. Яғни бұл нақты бекітілген нормативтік құжат. Осыған қарап отырып, үлгілік оқу жоспарларындағы сағат саны анықталады. Келесі біздің слайдта, бұл жерде енді жалпы түрде үлгілік оқу жоспарының үлгісі көрсетілген. Бұл жерде 5-9 сыныптарға арналған оқыту қазақ тілінде жүргізілетін үлгілік оқу жоспары. Қарап отырсаңыздар, қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінің сағат сандары көрсетілген. Яғни қазақ тілі 5-7 сыныптарда 3 сағаттан, 8-9-да 2 сағаттан оқытылады. Қазақ әдебиеті 5-7-де 2 сағаттан, 8-9-да 3 сағаттан. Және тура осылай орыс тілінде жүргізілетін үлгілік оқу жоспары бойынша қазақ тілі және әдебиеті деп аталатын өздеріңіз білесіздер. Бұл жерде 5 пен 9 аралығында сағат саны 4 сағат деп бекітілген. Яғни бұл бекітілген норматив, біз оны өзгерте алмаймыз. Яғни осы сағат санына қарай күтілетін нәтижені ескеріп, біз пән мазмұнын шығаруымыз керек. Келесі, қарап отырсаңыздар, бұл жерде мен енді математикаға байланысты мына жерде сіздерге мысал келтірдім. Яғни сағат сандарын жеке алып алдым. Яғни сіздерде өздеріңіз үшін өз пәндеріңізге қатысты, мысалы қазақ тіліге байланысты, немесе қазақ әдебиетіне,
және үшінші пән қазақ тілі және әдебиеті пәніне байланысты өздеріңіздің бөлек осындай оқу жоспарларына байланысты кестелеріңізді шығарып алуларыңызға болады. Мысалы, бізде математика бірінші екінші сыныптарда 4 сағаттан, 3 пен 4-те 5 сағаттан дегендей, ал енді 10-11-де бізде оқытылатын пәндер бағыттарға бөлінетін білесіздер. Сіздерде мысалы қазақ тілі және қазақ әдебиеті қазақ сыныптарында бағыттарға бөлінеді, ал енді қазақ тілі және әдебиеті пәні қазақ тілі емес сыныптарда бағытқа бөлінбейді. Яғни тура осылай өздеріңіздің кестелеріңізді шығарып алуларыңызға болады. Келесі енді үлгілік оқу бағдарламалары. Үлгілік оқу бағдарламаларымен әзірлеумен сіздер бүгінгі күнде айналысып жатырсыздар. Яғни оқу бағдарламасы дегеніміз не? Ол әрбір оқу сабағы, әрбір оқу пәні немесе модуль бойынша меңгерілуге тиіс білімнің, машықтың, дағды мен біліктің мазмұны мен көлемін айқындайтын бағдарлама. Бүгінгі күнде бізде қолданыстағы үлгілік оқу бағдарламаларының құрылымы осы жерде көрсетілген. Тура осылай бізде қазіргі күнде жетілдірілген оқу бағдарламаларын осы құрылымда жасап жатырмыз. Абай мектебіне арналған оқу бағдарламаларында сіздер осындай құрылымда жасап жатқан шығарсыз деп ойлаймын. Яғни бірінші тарауда жалпы ережелер жазылады. Бұл жерде біз бұл пәнді оқытудың мақсаты қандай және алдымызға қандай міндеттер қоямыз, осыны жазып шығамыз. Екінші тарауда оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру деп аталады. Бұл жерде алдымен біз оқу пәнінің мазмұнында анықталған бөлімдерді жазамыз. Оқу жүктемесінің шектік көлемін көрсетеміз. Сыныптар бойынша базалық мазмұнды жазамыз. Келесі екінші параграфта бізде оқу мақсаттарының жүйесі берілген. Яғни бөлім мен бөлімшелерге қатысты оқу мақсаттары бөлініп көрсетілген. Ал үшінші параграф бізде ұзақ мерзімді жоспар деп аталады. Яғни ұзақ мерзімді жоспарда әрбір сыныпқа байланысты базалық мазмұн 90-дарға бөлініп көрсетілген. Яғни бұл жаңағы күнтізбелік жоспар жасау үшін негіз болатын материал болып саналады. Яғни ұзақ мерзімді жоспарды қолдана отырып, әрбір мұғалім күнтізбелік жоспарды алып шығады. Сіздерде бүгінгі күнде үлгілік оқу бағдарламасын жазу барысында пән мазмұнын жаңағы 90-дарға бөліп көрсетіп жатсыздар. Яғни осы ұзақ мерзімді жоспарда жазылады. Келесі айта кететін нәрсе, үлгілік оқу бағдарламалары бізде әртүрлі атауда беріледі. Яғни математикаға байланысты, алгебраға байланысты, немесе қазақ тіліне байланысты, қазақ әдебиетіне байланысты, одан кейін барып орыс тілінде оқытатын, қазақ тілінде оқытатын, ұйғыр, өзбек тілдерінде оқытылатын деп бөлініп жазылады. Бұл оқу бағдарламаларының атаулары. Енді бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз пән мазмұнын анықтау. Яғни пән мазмұнын іріктеу барысында біз қандай негізгі мәселелерге, яғни аспектілерге тоқтауымыз керек. Мен сіздердің алдарыңызға осы пән мазмұнын іріктеуде мынадай жоспар ұсынып отырмын. Бірінші, біз алдымен пән мазмұнын іріктеудің мәні дегеніміз не? Соны түсінуіміз керек. Ары қарай мазмұнды іріктеудің негізгі принциптері қандай? Мазмұнды іріктеудің қандай критериялары бар? Қандай факторлар оған әсер етеді? Және қазіргі заманғы үдерістерді қолдануымыз керек. Пәнді оқытуға бөлінген оқу жүктемесін қалай біз оқу бағдарламасындағы ұзақ мерзімді жоспарда іріктей аламыз деген сұрақтар туындайды. Сонымен ең алдымен біз осы пән мазмұнын іріктеудің мәні неде деген мәселеге тоқтайық. Яғни білім беру мазмұнын іріктеу дегеніміз не? Бұл оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті білім, білікті, дағдыны, іс-әрекеттерді және құндылықтарды ғылыми негізде таңдау, жүйелеу және оқу бағдарламаларына енгізу процесі болып табылады. Яғни біз кез келген оқу бағдарламасын дайындау барысында алдымен осы әр сыныпқа байланысты қандай білімді беруіміз керек, ол жерде қандай білім мен білік пен дағды білім оқушылардың бойында қалыптасуы керек, осыны анықтап алуымыз қажет. Яғни бұл процесте міндетті түрде біз ғылымның жетістіктерін, білім беру стандарттарының талаптарын, қоғамның қажеттіліктерін, білім алушылардың даму ерекшеліктерін, қажетті құзыреттерді қалыптасуын, мүмкіндіктерін міндетті түрде ескеруіміз қажет. Және білім беру стандарттары бізде нені анықтайды? Жаңа ғана біз айтып кеттік. Яғни бұл оқу нәтижелеріне,
білім беру бағдарламаларының құрылымына және оларды іске асыру шарттарына қойылатын міндеттерді, талаптарды белгілейді. Оқу жоспарларын, оқу бағдарламаларын, оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендерін әзірлеудің негізгі құжаты болып саналады. Және білім беру стандарты білім беру кеңістігінің біртұтастығын қамтамасыз етіп, дайындық деңгейіне қойылатын ең төменгі талаптарды айқындайды. Яғни ғылым мен техниканың қоғамның даму талаптарына сәйкес пән мазмұны үнемі жаңартылып отыруға мүмкіндік беруі қажет. Енді ары қарай қарасаңыздар, пән мазмұнын іріктеуде негізгі принциптер, қандай принциптер болу керек? Әрине, ол міндетті түрде ғылыми принципі, ғылымилық. Яғни, кез келген пәннің мазмұнын анықтау барысында біз осы оқу пәнінің мазмұны білімнің қазіргі даму деңгейіне сәйкес болуы, шынайы ғылыми білімдерді, ұғымдарды, заңдар мен теорияларды қамтуы тиіс. Оқу материал объективті ғылыми тұрғыдан дәлелді болып, білім алушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы қажет. Және бүгінгі күнде ескірген емес жаңа ғылыми тұрғыдан дәлелденбеген ақпараттарды беруіне жол бермеу керек. Ары қарай келесі принцип ол жүйелілік пен бірізділік принципі. Әрине, сіздер оқу бағдарламасын жасау барысында осы принциптердің бәрін басшылыққа алып отырсыздар. Яғни қолжетімділік принципі, теория мен практикаға байланысты принципі, өзектілік және қоғамның заманауи талаптарына сәйкес принципі. Енді осы принциптерді жүзеге асыру қалай орындалғандығын мен математикаға байланысты сіздерге мысал арқылы көрсетіп отырғым келеді. Мен өзім ғылыми қызметкер ретінде 5 және 11 сыныптарға арналған мектеп математика курсының бағдарламасын жасауға жауап беретін маманмын. Сонда біз 5 сыныптан бастап 11 сыныпқа дейін мектептің математика курсын анықтау барысында біз алдымен жаңа сабақтастыққа мән бердік. Келесі слайдты қарап отырсаңыздар, 5 сыныптың пән мазмұнын анықтау үшін, мысалы сіздер 5 сыныптағы қазақ тілі немесе қазақ әдебиеті пәнінің мазмұнын іріктеу үшін ең алдымен міндетті түрде біз бастауышта не оқыдық, соны анықтап алуымыз қажет. Яғни мына слайдта біз 5 сыныптың математика пәнінің мазмұнын іріктеу барысында алдымен 1-4 сыныптарда математиканың пән мазмұнында не берілді және ол немен аяқталды деген сұраққа жауап беру үшін пән мазмұнын зерделедік. Сонда қарап отырсаңыздар, мына жерде сол жағында 1-4 сыныптарда қарастырылған пән мазмұны, ал оң жағында 5 сыныптың базалық мазмұнын іріктеу барысында 4 сыныпты бітірген оқушының математика бойынша алған білімін зерделей отырып, 5 сыныптың базалық мазмұны көрсетілген. Яғни бұл сіздерде пән мазмұнын іріктеуде ең басты аспекті болып табылады. Яғни, егер 1-4 сыныптарда біз көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдарды орындайтын болсақ, онда біз бұны анықтап, келесі 5 сыныпқа келгенде біз сандардың жаңа түрі, яғни натурал сандар, ол миллионнан артық сандарға жатады, және ондық бөлшектерді ұғымдарын бере отырып, оларға арифметикалық амалдарды олармен арифметикалық амалдарды орындауды ары қарай жалғастырамыз. Яғни, осылайша біз әрбір тақырып бойынша сабақтастықты анықтап шықтық. Келесі пән мазмұнын іріктеу барысында енді біз 5 пен 9-ға көшетін болсақ, біз алдымен 5-9 сыныптарда математика курсын оқыту барысында қандай базалық мазмұнды береміз, осын анықтап алдық. Яғни қарасаңыздар, келесі слайдта біз 5 және 9 сыныптар арасында математиканың пән мазмұнын алдымен жалпы түрде жазып алдық. Мүмкін қазақ тілі және әдебиет пәндерінде де сіздерде осындай бөлімдер бар шығар деп ойлаймын. Бізде мысалы математикада мектептің математика курсы 5 бөлімнен тұрады. Сандар, алгебра, геометрия, статистика, комбинаторика және математикалық модельдеу. Біз осы 5 бөлім бойынша алдымен 5-9 сыныптарда оқытылатын
тақырыптарды анықтап алдық. Алдымен тақырыптарды анықтап алдық. Одан кейін барып, ол тақырыптарды сыныптарға бөлдік, көріп отырсаңыздар. Яғни 5-ші сыныпта не оқытамыз, 6-шы сыныпта не оқытамыз, одан кейін барып 7-ші сыныпта нені оқытамыз, 9-да нені оқытамыз, және 8-де нені оқытамыз. Осы мазмұнды бөлу барысында міндетті түрде біз алдымен білім алушылардың жас ерекшелігін және психологиялық ерекшелігін басты назарға ұстадық. Осылайша біз 5-9-дың пән мазмұнын анықтап алдық. Алдымен пән мазмұнын. Тура осылай 10-11-дің де пән мазмұнын анықтадық. Енді осы пән мазмұнын анықтау барысында келесі қарастыратын аспект ол пән аралық байланыс. Яғни математикаға байланысты пән аралық байланыс бізде өте басты назарға алынады. Себебі жаратылыстану математика пәні бағытында оқытылатын пәндердің барлығында математика қолданылады. Сондықтан біз әрбір пәнге байланысты математиканың пәнаралық байланысын анықтадық. Қарап отырсаңыздар, мына жерде сіздердің алдарыңызда слайдта математика мен физика пәнінің арасындағы пәнаралық байланыс көрсетілген. Яғни, бұл пәнаралық байланысты анықтау үшін біз алдымен алгебра пәнінің оқу бағдарламасы мен физика пәнінің оқу бағдарламасының мазмұнын зерделедік. Сонда физика пәнін оқыту барысында білім алушыларға математикада не қажет деген сұраққа жауап бердік. Яғни, физиканы оқу барысында білім алушыларға өлшем бірліктерін білу керек екен, теңдеуді шығара білу керек, бөлшектерге амалдар қолдану керек, кестемен жұмыс істеу, процентпен, рационал сандармен, тағы сол сияқты. Одан кейін барып біз осы мазмұн математикада қай сыныптарда беріледі, соны анықтадық. Мінеки қарап отырсаңыздар, мынау 7-ші сыныптың физика пәніне қажетті математиканың материалдары, және бұл материалдар 1-ден 7-ші сыныпқа дейін қай сыныпта оқытылады, сол анықталды. Яғни пәнаралық байланыс не үшін қажет? Физика, мысалы, кез келген пәнді, физиканы, химияны, биологияны оқыту барысында оқушы физиканың пәнін оқыту барысында қандай да бір білім бойынша ода алшақтық немесе ол білім алынбады деген сөз болмау керек. Яғни, бұл сәйкес математика пәнінде берілу керек. Сонда біз физиканы оқуға барғанда математикадан қажетті материалдың бәрін алып барады екенбіз. Мінекей, бұл пәнаралық байланыс деп аталады. Сіздерде осылай қазақ тілі мен қазақ әдебиетінің арасында, мүмкін қазақ тілі мен тарихтың арасында, енді ол әр пәнге байланысты, осылай пәнаралық байланысты да анықтап алуларыңыз керек. Бұл да пән мазмұнын іріктеудің негізгі аспектілерінің бірі болып табылады. Келесі тура осылай, мысалы, химия пәні мен пәнаралық байланыс берілген. Келесі пәнаралық байланыс. Бұл жерде енді мен 5-ші сыныпта алдым. Пәнаралық байланыс екі түрі болуы мүмкін. Ол пәндермен байланысты, мысалы, математика қандай да бір пәнге қатысты, немесе пән математикаға керек дегендей. Егер қарап отырсаңыздар, мынау 1-ші бөлігінде біз математиканы оқыту барысында қандай пәндер бізге қажет? Жаңа физикаға математика қажет болды ғой. Енді бізге қайсысы қажет? Әрине, математиканы оқыту барысында біз оқушыларда цифрлық сауаттылықты қалыптастыруымыз қажет. Демек, бізге информатика пәнімен міндетті түрде байланыста болуымыз керек. Мінеки, біз информатика пәнінен нені үйренеміз? Әртүрлі ақпаратты түрлердің мысалдарын келтіруге, ақпаратты әртүрлі нысандарда ұсынуға, информатиканың негізгі сөздерін білуге, яғни қосымша ақпаратта берілген мәтінді түсінуге дегенде, бұл сіздерге де қажет. Мысалы, сіздер қазақ тілінде немесе қазақ әдебиеті пәндерінде қандай да бір мәселелерді кесте түрінде бересіздер, немесе кестеден аласыздар. Яғни сіздерде де цифрлық сауаттылық бар деген сөз. Яғни сіздер информатикамен де байланыс жасауларыңызға болады.
Келесі математиканың байланыс жасайтын пәні ол қазақ тілі мен қазақ әдебиеті. Яғни кейде мынадай сұрақ туындайды. Қазақ әдебиеті мен қазақ тілі пәні мен математиканың арасында қандай байланыс болуы мүмкін деген. Міндетті түрде байланыс бар. Ол негізгі байланыс болып табылады. Себебі бұл жерде бізде оқушыларда оқу сауаттылық қалыптасады. Сіздердің пәндеріңізде оқу сауаттылығы. Ал бізге оқу сауаттылығы не үшін қажет? Бізге ол мәтінді есептерді шығару барысында қажет. Яғни оқушы мәтінді есептерді оқу барысында ол шартты талдай білу керек. Оның негізгі нәтижелерін анықтай білу керек, түсіндіру керек. Оның ішінде нені табу керек, нені бағалау керек, осының бәрін білім алушы анықтай білу керек. Яғни бұның бәрі қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәндерінде қалыптасады. Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, мынау сіздердің бағдарламаларыңыздан алынған оқыту мақсаттары. Яғни тыңдалған мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты анықтау, оны сіздер үйретесіздер. Яғни тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, мәтіннің мазмұнын түсінуге, негізгі және қосымша ақпаратты анықтауға бағытталған сұрақтарды құрастыру, бұның бәрі қазақ тілі пәнінде қалыптасады екен. Ал қазақ әдебиеті пәнінде әдеби шығармалардағы тірек сөздер мен сөз оралымдарына сүйеніп шығарма мазмұнын баяндау, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөліктерін ажырату деген қазақ әдебиетінде қалыптасады екен. Мінеки осының бәрі бізге математикаға қажет. Сонда біз қазақ тілі және қазақ әдебиетімен де пәнаралық байланыста отырмыз. Келесі бөлікте енді математикадан нені алуға болады дегенде, мысалы, көркем еңбекті айтуға болады. Көркем еңбек математикадан нені ала алады? Әрине көркем еңбекке өлшем бірліктер керек, ол математикада оқытылады. Немесе қандай да бір бөлікті бірнеше бөлікке бөлу керек, ол да математикада оқытылады. Немесе Қазақстан тарихын алатын болсақ, ол жерде рим цифрлары қолданылады, өздеріңіз білесіздер. Ал рим цифрлары ұғымдар математикада беріледі. Осылайша біз пән аралық байланысты анықтадық. Сонымен пән мазмұн анықтауда пән аралық байланыс негізгі аспектілердің бірі болып саналады. Келесі қарап отырсаңыздар, біз мынаны қарайтын болсақ, егер біз қарайтын болсақ, жаңа біз пән аралық байланысты қарадық. Енді бізде пән ішілік байланыс деген бар. Яғни қазақ тілін оқыту барысында сіздер, мысалы, 5-ші сыныпта бір тақырыпты оқытасыздар, 6-шы сыныпта 2-ші тақырыпты оқытасыздар, немесе әдебиет. Пән ішілік байланыс дегеніміз осы қазақ тілінің 5 пен 9-дың арасында оқыту барысында өзара байланысы. Яғни, қандай ұғымдарды сіздер 5-те бересіздер, қайсысын сіздер 6-да бересіздер, осыны анықтап аласыздар. Мінеки келесі слайдта осы көрсетілген, қалай анықтап алуға болады деген. Енді келесі аспектілердің бірі пән мазмұнын анықтауда бізге не қажет? Әрине, бағана айтып кеттік, ол бүгінгі күндегі заман талабы. Және сонымен қатар ғылымның жетістіктері. Келесі слайдта сіздердің алдарыңызда жағы ынтымақтастық елдер бірлестігінің жасаған қорытындысы бойынша математика курсына талдау жасалған. Бұл талдау да біз сіздерге көрсетіп отырғанымыз ТИМС халықаралық зерттеулерінің нәтижесі бойынша алғашқы 10 бірліктегі мемлекеттердің математиканы оқыту барысында пән мазмұны оларда қалай анықталған? Біз соны зерделедік. Мысалы қараңыздар, Қазақстан, Корея, Гонконг, немесе келесінде Қытай мен ақш-та, одан кейін барып келесі мемлекет Финляндияда, Эстонияда математика мазмұны қалай іріктелген? Біз соны зерделедік. Яғни бұл халықаралық зерделеу. Тура осылайша сіздер мысалға өз тілін, қазақ тілі емес енді, өз тілін әрбір мемлекетте қалай оқиды? Олар нешінші сыныптан бастайды, әр сыныпта қандай мағына береді деген зерделеу жасауларыңызға болады. Яғни бұл жерде біз Қазақстанда берілетін математиканың, мектеп математика курсының бағдарламасы жаңағы ТИМС бағдарламасына байланысты сәйкес екендігін анықтадық.
бұл халықаралық зерттеулерді еске алу, міндетті түрде оны да қарау. Бұл бір аспектілер болып саналады. Мысалы, 4-ші сыныптан кейін, 8-ші сыныптан кейін тимс халықаралық зерттеулеріне қатысу үшін біз міндетті түрде қандай да бір тапсырмаларды орындауымыз керек, оқу сауаттылығы бойынша. Сонда осы оқу сауаттылығына қойылатын қандай талаптар бар, соны анықтап, және ол талаптар қай сыныпта оқушылар меңгеру қажет деген сіздерде зерделеу жасасаңыздар жақсы болады. Мүмкін ол зерделеулер сіздерде бар да шығар. Келесі слайдта енді сіздерде оқу сауаттылығы, бізде математикалық сауаттылық. Келесі біз пән мазмұнын іріктеу барысында нені қарадық? Біз міндетті түрде әрине бүгінгі күнде жүргізіліп жатқан білім алушылардың білім жетістігін мониторингісі, орысша мадо деп аталады, мониторингінің материалдарын зерделедік. Яғни 9-шы сыныптан кейін жаңағы мониторингке қатысу үшін біздің білім алушыларда қандай базалық мазмұн болу керек? Осыған байланысты біз осы мониторингтің тапсырмаларын зерделедік. Осы тапсырмаларда орындау үшін оқушы қандай базалық мазмұнды алып шығу керек? Келесі біз ұлттық бірыңғай тестілеуде берілетін математикалық сауаттылыққа байланысты және математика пәніне байланысты тапсырмаларды зерделедік. Яғни сіздерде оқу сауаттылығы және бөлек қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәндерін тапсыру бойынша базалық мазмұндарын зерделеуге болады. Сонда оған қарап отырып та біз оқу бағдарламамыздағы пән мазмұнын іріктей аламыз. Сонымен қатар PISA халықаралық зерттеуі. Бұл да бізде іріктеу барысында басты назарға алынған нәрселер. Келесі, енді осы пән мазмұнын іріктеуде оқу жүктемесін қалай анықтап аламыз? Бұл енді бүгінгі күнде сіздерді ойландырып жатқан сұрақ. Сонымен, пән мазмұнын іріктеуде пәнді оқытуға бөлінген оқу жүктемесін қалай біз бөлуімізге болады? Енді бұл жерде біз бірінші стандартта берілген күтілетін нәтижені алдымызға қоямыз. Екінші, үлгілік оқу жоспарында бөлінген оқу жүктемесін алдымызға қоямыз. Мысалы, күтілетін нәтижелерде қазақ тілі 5-9 сынып бойынша не жазылған стандартта, соны аламыз. Одан кейін үлгілік оқу бағдарламасының үлгілік оқу жоспарындағы 5-ші сыныпта қазақ тіліне оқытуға бөлінген 3 сағатты аламыз. Осы 3-екеуін салыстыра отырып, біз мектепте оқытылатын пән мазмұнды алып шығуымыз керек. Ол үшін алдымен біз 5-ші сыныптағы пән, немесе 1-ші сыныптағы пән мазмұнын алу үшін алдымен мектепке дейін оқытылатын білім мазмұнын зерделейміз. Яғни балабақшада қандай білім мазмұны беріледі? Ол бірінші. Екінші, біз 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін жоғарғы оқу орнына барғанда қандай білім мазмұны бар? Соны зерделейміз. Яғни біз осы екі білім беру деңгейінің ортасында тұрмыз. Мектепті оқытылатын пән мазмұны. Осыны алдымен анықтап алуымыз керек. Келесі, екінші, пән мазмұнын, жаңағы сіздердің анықтаған пән мазмұнын бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру деңгейлері арасындағы сабақтастықты орнатуымыз қажет. Яғни, бастауышта қай мазмұнды береміз, негізгі орта білім беруде қай мазмұнды береміз, және жалпы орта білім беру деңгейінде қай мазмұнды береміз. Келесі, одан кейін барып біз 2-3 білім беру деңгейіне бөлгеннен кейін әрбір деңгейдегі анықталған пән мазмұнын сол деңгейдегі сыныптарға қатысты бөлеміз. Мысалы, бастауыш білім беру деңгейі бойынша анықталған пән мазмұнын 1 мен 4-ші сыныптар арасында бөлеміз. Негізгі орта білім беру деңгейінде анықталған пән мазмұнын 5 пен 9-дың арасында бөлеміз. Яғни 5-те оқытылатын мазмұн, 6-да оқытылатын мазмұн, 7-де оқытылатын мазмұн, тағы сол сияқты. Келесі жол, келесі не істейміз? Осы 5-ші сыныпқа бөлінген пән мазмұнын қалай беру деген сұраққа жауап беру үшін осы пән мазмұнын беруді тақырыптарға бөлеміз.
тақырыптарын анықтаймыз. Одан кейін барып, әр тақырыпты қанша сағатта оқытуға болады деген мәселені анықтау керек. Осылайша біз анықталған сабақ сандарының қосындысын жылдық оқу аптасына бөліп, апталық жүктемені шығарамыз. Енді егер жаңағы айтып жатқан сөз кішкене сіздерге түсініктеу болса, мен сіздерге келесі слайдты көрсеткім келіп тұр. Келесі слайдта мен қысқаша түрде сызба көрсетіп тұрмын сіздерге. Яғни сызбаны қарасаңыздар, сызбада былай жазылған. Алдымен мектеп пәнінің мазмұны анықталды дейік. Енді осы пән мазмұнын білім беру деңгейлеріне бөлеміз. Яғни бастауыш, негізгі орта, жалпы орта. Одан кейін барып, анықталған пән мазмұнын білім беру деңгейіне жататын сыныптар бойынша бөлеміз. Одан кейін барып, әр сынып бойынша пән мазмұнын бөлімдерге бөлеміз. Содан кейін барып, бөлімдер бойынша тақырыптарды алып шығамыз. Сосын әр тақырып бойынша сабақ санын анықтаймыз. Келесі слайдта мен сіздерге жаңағы тағы бір кесте көрсеткім келіп тұр. Мысал ретінде, қараңыздар. 7-ші сынып бойынша жаңағы пән мазмұнын анықтау барысында біз ең соңғы тақырыптық жоспарлауды алып шықтық. Яғни біз алдымен жаңағы негізгі білім беру бөлімінде 5 пен 9-ға бөлдік. Одан кейін сыныптар бойынша бөлдік. Сіздердің алдарыңызда 7-ші сыныпта бөлінген мазмұнның тақырыптары. Яғни біз тақырыптарды алып шықтық, қарап отырсаңыздар. Одан кейін әрбір тақырыпқа бөлінетін сағат санын алып шықтық. Мына сағат санын алып шығу үшін әрине біз алдымен осы тақырыпқа қатысты қандай оқу мақсаттары бар, соны жазып алдық. Одан кейін барып, осы оқу мақсаттары қанша сабақта беруге болады деп анықтадым. Яғни натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері деген тақырып бойынша көрсетілген 3 оқыту мақсатына бізге 3 сабақ қажет екен. Немесе құрамында дәрежесі бар алгебралық өрнектерді түрлендіру деген тақырыпта 2 оқу мақсаты қарастырылады екен. Бірақ бұл оқу мақсаттары өте ауқымды болғандықтан, бұл жерде 2 сағат емес, 3 сағат бөлініп отыр. Осылайша біз пән мазмұнын іріктеуде ең соңғы сағат санына келдік. Осылайша іріктеу жасалды. Бұл математикаға байланысты сіздерге көрсетіліп отырған нәтиже. Яғни, осылайша қарап отырсаңыздар, 2-ші тоқсанныкі, 3-ші тоқсан, 4-ші тоқсан. Осылайша әрбір оқу бағдарламасындағы сыныпқа арналған мазмұн тоқсандарға бөлініп, күнтізбелік жоспар жасалды. Сонда ғана біз оқу бағдарламасын толығымен зерделеп шықтық деп айта аламыз. Бұл мысалдар математикаға байланысты келтірілген. Тура осылайша сіздерде қазақ тілі немесе қазақ әдебиеті пәндерін анықтау үшін алдымен жаңағы стандартта көрсетілген күтілетін нәтижелер мен сағат санын алдарыңызға қойып отырып, пән мазмұнын анықтап, осындай күнделікті қолданатын тақырыпты алып шығатын болсаңыздар, ол кішкене сіздерге жеңілірек болады. Сонымен қатар, оқу бағдарламаларын жетілдіру барысында біз қазіргі қолданыстағы оқу бағдарламаларына бірнеше өзгерістер жасадық. Яғни, біздегі қолданыстағы оқу бағдарламаларында Блум таксономиясы бойынша біледі, түсінеді деген сөздер болды. Бірақ бұл сөздер өлшенелмейді. Сондықтан біз бұлардың бәрін өлшенетіндей қылып етістіктермен ауыстырды. Яғни, ол анықтаманы тұжырымдайды, ол қандай да бір амалды қолданылуын көрсетеді дегендей, біз олардың бәрін қайтадан тұжырымдама жасап, оқушының іс әрекетін
бағалауға болатындай етістіктерге көшірдік. Енді жалпы түрде айтатын болса, бүгінгі күнде мысалы 5-ші сыныптың оқу мақсаттарын зерделеу барысында біз оқу мақсаттарының 70%-ын қайтадан құрастырдық. Яғни оларды жетілдіру жұмыстарын жасап, өлшенетін етістіктерге көшірдік. Одан кейін барып, оқушылардың жас ерекшеліктері мен психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, сыныптан сыныпқа базалық мазмұнды көшірдік. Мысалы, 5-ші сыныптың 10%-ын біз 6-ші сыныпқа көшірдік. 6-ші сыныпта шамамен 15%-ды біз бір бөлігін 7-ші сыныпқа, бір бөлігін 8-ші сыныпқа көшірдік. Яғни бұның бәрі ең алғашқыда бағанағы айтылған оқу пәннің мазмұнын іріктеу барысында қолданылатын принциптерді негізге ала отырдық. Яғни бұл жерде міндетті түрде оқушылардың жас ерекшелігіне және оның психологиялық, танымдық ерекшеліктеріне сәйкес болу керек деген осы тұжырымды біз негізге алдық. Енді келесі сіздерге айта кететін нәрсе, ол пән мазмұнын іріктеу барысында біз қандай факторларға назар аударуымыз керек. Яғни біз пән мазмұнын іріктеу барысында біз міндетті түрде мемлекеттік білім беру саясатына басты назар аударуымыз керек. Яғни қазіргі кезде қоғамда және нарықтық еңбекке байланысты болып жатқан қажеттіліктерді ескереміз. Енді сонымен қатар біз қандай қазіргі заманғы аспектілерді қарауымыз керек. Әрине, ол міндетті түрде біздің оқу бағдарламаларымыз оқушыларға ауыр болмау керек. Екіншіден, біз бүгінгі күндегі заман талабы цифрлық сауаттылықты қолдануымыз керек. Одан кейін барып даралап оқыту дегенге басты назар аударуымыз керек. Яғни бұл да негізгі аспектілердің біріне жатады. Мен баяндамамда шамам келгенше осындай сіздерге түсініктемелер беруге тырыстым. Мысалдар келтіріліп, көрсеткендей болдым. Сұрақтарыңыз болса, нақты қандай да бір сұрақтар болса, мүмкіндігімше жауап беремін. Жақсы, өте тамаша Сәулеткерім, сізге алғыс білдіреміз. Өте керемет және өте қазіргі мұғалімдерге өте пайдалы ақпарат бердіңіз. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Қандай сұрақтарыңыз бар? Отандық және халықаралық зерттеулерге әсіресе сол тұсы маған өте қатты ұнады. Сол бір жерде қайта қойып жүресіз бе? 32-ші слайдта сол жерде бір сұрағым болып тұр менің. Қандай дедіңіз? 32-ші слайдқа қоя саласыз ба? 32-ші слайд, халықаралық тәжірибелер. Осы жерде 29-ші слайд екен. Сарымен етіп тұрған. Сары, жасыл, көк. 29-ші слайд. 29, Яғни менің түсінгенім бойынша бұл жерде мысалы бір тақырыпты аламыз. Мысалы амалдар деген, бүтін сон амалдар деген тақырып аламыз. Ол Teams-та қай сыныптарда оқытылатыны, яғни мысалы амалдар деген Teams-та 6-шы, 7-шы, 8-шы сыныптарда оқытылмайды екен де, бірінші сыныптан 5-шы сыныпқа оқытылады екен. Солай түсінемін ғой, иә? ОСР-да мысалы тек қана 8-шы сыныпта ғана оқытылмайды екен, қалған бар сыныпта оқытылады екен. Ал біздің елімізде 6-шы, 7-шы, 8-шы сыныпта оқытылмайды екен де, қалған сыныптарда оқытылады екен. Яғни бізде осы жерде бір проблема шығып тұр, байқасаңыз. Жоқ, бұл жерде айта кетейін. Айта кетейін, бұл жерде бізде проблема деп айтпаймыз. Неге? Себебі бұл жерде жаңағы сандарға қолданылатын амалдар, негізгі сандар, ол натурал сандар және бүтін сандар. Біз осыны 5-ші сыныпта аяқтаймыз. Барлық жаңағы қажетті білімін береміз. Ал 6, 7, 8-де біз оны тек қолданамыз. Яғни біз оның жаңа материалдық база ретінде 5-пен аяқтаймыз. Мысалы, жаңағы
Тимстағы сияқты, ОСР-дегі сияқты. Ал ОСР-дің кейбір мемлекеттерінде оларда 12 жылдық білім беру ғой. Сондықтан олар Мгм. бастауышты 6-мен бітіреді да, біздің 5-шіміз олардың 7-шісі. Көрдіңіз ба? Сондықтан олар ары қарай кішкене жалғастырып тұр. Негізі мына сандар бітеді. Одан кейін барып біз 7-ге келгенде жаңағы дәрежеге көшеміз. 8-ге келгенде біз квадрат түбірге көшеміз. Яғни бұның бәрінде жаңағы 1 мен 5-те алынған барлық мағлұмат ары қарай қолданыла береді. Мгм. Мысалы, Жақсы. теңдеулер Аха. мен формулалар деген біз оны жаңағы біріншіден бастаймыз. Ол 1-ден 11-ге дейін жалғаса береді бізде. Тек қана түрлері өзгеріп отырады да, күрделене барады. Алдымен қарапайым, одан кейін орта деңгейлі, одан күрделі деп кете береді. Осы әдісті мына жағдайда қолдануға бола ма? Мысалы, бізде қазір 5 пен 9 сынып арасында пән мазмұнынан толыққанды игеріп кету керек деген ұстаным болып жатыр, иә? Мысалы, 10-11 Мгм. сыныпта тек қана оқу сауаттылығына қарай жақындауымыз керек деген бір ұстанымдар шығып жатыр жаңадан. Мүмкін Мгм. осы әдісті сол өзгерістер енген кезде қолдана аламыз ба осы нәрсені? Әлде бұл бұған сәйкес келмей ма? Қалай Ол ойлайсыз? қолдануға болады, әрине. Мысалы, Әрине. Teams'та олар мысалы халықаралық тәжірибе бойынша 5 пен 9 сыныпта базалық мазмұнды игеріп қояды ғой. Сол Мгм. кезде қай елдер мүмкін 5 пен 9 толық мазмұнды игеріп шыққан мемлекеттер болуы мүмкін, мысалы. Мгм. Финляндия деген секілді басқа мемлекеттер. 10-11 сыныпта олар нені оқытады деген кезде осы әдісті қолданса мүмкін тиімді болатын шығар, көзге көрініп тұрады екен бұл жерде. Нақты Иә, көзбен иә, көрініп тұрады екен. иә. Біз осыны, Қаншама статистикалық деректер сандармен есептегенше осындай бір нақты тұжырымдамамен көрсетсе әлдеқайда жақсы болады деп ойлап тұрмын да мен. иә, ол өте жақсы болатын еді. Сосын мына жерде бізде біржан мырза сұрақ қойып жатыр екен, орыс тілі мен қазақ тілінің арасындағы пән байланысты орната алмаймыз, себебі біз синтаксисті осында өтеміз, ол орыс сыныптарында басқаша өтеді деген жазып жатыр екен. Сондықтан мен қазір тағы бір слайдты ашқым келіп тұр. Физика мен математиканың арасындағы байланыс. Яғни біз бұл байланысты біз тек қана жай ғана зерделеген жоқпыз. Осы байланысқа барысында пән мазмұнын анықтадық. Егер қарасаңыздар 7-ші сыныпта мысалы санның дәрежесі деген бізде ал 7-ші сыныпта 1-тоқсанның 1-сабағында оқытылады екен. Ал физикада ол 1-тоқсанның 3-сабағында керек екен. Яғни біз оны жетіп тұрмыз. Ал бізде кейбір жерлерде пәнаралық байланыс орнамаған жерлер болды. Біз ол жерде жаңағы екі пән бірлесе отырып, не біз алға қарай қойдық, не екінші пән кейінірек шегерді. Яғни жаңағы егер ол математикадан қажет болып тұрса, яғни математика ертерек беру керек, ал физика оны кейінірек қолданады. Егер физика оны ертерек қойып тұрса, сондай тақырыптар болды, физика пәні оны кішкене кейінірекке жылжытты. Сондай да болды. Ал енді сіздердің жаңағы тілдеріңізге байланысты неге ол бір мезгілде оқытылғаны дұрыс еді деген, енді ол сіздердің жаңа пәнаралық байланысты жақсылап қарап шығуға зерделеулеріңіз қажет деп ойлаймын. Өйткені былай жазылып тұр да, синтаксис орыс тілінде өтіп жатқанда қазақ тілінде фонетика өтеді дейді. Енді ол неліктен олай